Басыма бақыт қонғанда. Бірінші бөлім. Өмірдегі сүйенішім, тірегім, махаббатым, ғашығым, жан-жарым аяқ астынан қайтыс болып, мына өмірге өкпем қара қазандай болып, тағдырдың салғанына көндігіп, артынан қалған бір тал шақалақ ұлыммен қалдым. Қыздан 5, 2 әпкесі, 3 қарындасы, ұлдан Бауыржан ғана еді. Ол да бұл өмірге симай кетті. Біз көршілес ауылдың жастары едік. Бауыржанмен бірге бір институтта оқып, ол хирург, мен терапевті тамамдап, мамандығымызды игеріп, ауылға оралып бас қосқанбыз. Бауыржан ауданның емханасына орналасып, мен ауылда бас маман болып терапевт жұмысымды атқарып жүрдік. Ұлды болдық, ел қатарлы ата-енемен тұрып, мен өз отбасымдай тез үйрендім. Оның үстіне жас та емес едім, 28 жаста болатынмын. Бауыржан менен 2 жасқа үлкендігі бар. Ауыл мен аудан арасында шапқылап жұмысын жасап жүрген. Аудан арасы 30 шақырым болатын. Үлкен басқа ауылдармен қатынасатын жолмен жүріп, біздің ауылға кіретін. Міне сол жолдың үстінде асыққан көлік жол апатын жасап, бірден жан тәсілім еткен болатын. Бауыржаным бар жоғы 30-ға толған. Жүрегім қарс айырылып, есеңгіреп қалғаным рас. Ұлыңа керексің, шақалақ ұлыңды ойла, деп анашым шырылдаған. Өмір сүргім келмей сілейіп жүрмін, тірі өлік сияқтымын. Сен неге есіңді жимайсың? Неге анау нәресте балаңды ойламайсың? Деп ашумен де ұрсады анашым мен енем. Тірі адам тіршілігін жасайды, жинал, деп жекіреді бейшара анам. Көнгелі тұрған мен жоқпын, сұлқ жатырмын. Емшегімдегі сүт те тартылып кетті. Ұлым 5 айлық болған. Үйтіп-бүйтіп тамақтандырып жүр енем мен қайынсіңлерім. Орнымнан тұрғым келмеді, ешкімді естігім де келмейтін күйге түскем. Балам, деген атамның даусына басымды көтердім. Бетіне қарай алмаймын. Өзегім өртеніп, ол кісінің де жағдайын, халін түсініп отырмын. Балам, дейді қайталап. Тағдырдың маңдайымызға жазғаны, жалғызым жаратқанға керек болды ма? Мына дүниеге симай кетті, деді байсалды дауыспен. Мен сора-сорам шығып жылап отырмын, иығымнан ұстап. Қайратты бол, балам. Бекем бол, ерте ме, кеш пе бәріміз баратын жер, дейді күрсініп. Сен, балам, ұлымның қалдырған аманатына ие бол, дегенді нақты қаһарлы дауыспен бұйыра айтты. Сені қызым демеймін, келінім демеймін, балам деймін. Ұлымның орнына қалған немерем екеуің баламсыңдар, деп басымнан сипап тұрып кетті. Міне сол күннен бастап бұл отбасына бала атанып, тірлігімді жасап жыл өтті. Бауыржанның жылдық асын беріп, бір міндеттен жеңілдеп тарастық. Туған туыс, қайын жұрт, міне, менің әкем, шешем, бауырларым да бар. Бәрі бір дастарханға жиналды. Міне көзді ашып жұмғанша Бауыржанымның жылы да өтіпті. Құран бағыштап, қолдан келер шаруамызды жасадық. Аллам риза болсын, дейді атам отырған жамағатқа қарап. Біраз ыбыр-дыбыр, жан-жақтан қолдау көрсетті туыстар. Айтатын мәселе мынау, деп бетін бір сүртті де, балам, деді мені қасына шақырып. Ақырын басып, қасына келдім. Енем иығымнан құшақтап, орамалмен бетін жауып жылады. Мен балам деп өз баламның орнын басқан адамды айттым, бірақ балам жас, ақыл тоқтатқан. Менің айтуға хақым бар, мына құдалардың алдында, деді даусы жаңғырып. Қызымыз жас, болашағы алда, босат десеңіздер рұқсат, деді қатқыл дауыспен. Менің әкем орнымнан тұрып, құда, сөзіңіздің жаны бар, деді ақырын, бірақ нақты. Қызым өзі шешеді, деді маған қарап. Дәл осындай талқылау боларын ішім сезген. Сыбыр әңгімелерді құлағым шалып жүрген. Жүрегім қатты соғып қобалжып тұрмын. Қызым өзің шеш, біз ата-ана сені қолдаймыз. Қандай шешім айтсаң да, деді атам. Қалай не айтарымды білмей, біраз тұрып қалдым да, ата, апа, мен сіздермен қалам. Бауыржанның отын сөндірмеймін, дедім тамағыма өксік тығылып. Бір жұтынып алдым да, рұқсат берсеңіздер жұмысқа шығайын, үйде отыра алмаймын.
Жарым екеуміздің арманымыз елге пайдамыз тиіп, халқымызға қызмет ету еді, деп соңғы сөздерімді әрең айттым. Жарылып кетердей, жылайын деп өз-өзімді ұстап тұрмын. Енем тас қып құшақтап алып жылады. Атам қолын көтеріп: мен баршаңның көзінше өз рұқсатымды бердім. Жұмысыңды жасай бер, балам. Ризамын саған, балам, дейді мейірлене маған қарап. Уақыт емші, өмір бір орында тұрмайды, дейді дауыстап. Бәріміздің назарымыз қайтадан атама ауды. Иә, жаратқан Аллам берген өмірмен бірге сынағын да береді. Біз күтпейтін өмірімізге өзгеріс әкеледі. Сол себепте айтарым мынау, деп кеседегі шайын ұрттап алды да тағы да маған қарап: балам, жас, өмірі алда. Болашақта жүрегіне жол тартқан жан кездесіп, бір басын екеу етем десе, мен рұқсатымды мына 4 көзің түгел отырғанда бердім. Менің осы сөзім естеріңде болсын, деді. Бағанадан бері кеңірдегімдегі өксік тығылып отырған мен өкіріп жылап жібердім. Атам мені қуып тұрғандай көрінді. Балам, сен маған ренжіме, бұл өмір заңы. Бұйрық болса, тағдыр жазса, еш қарсылық көрсетпе, балам, деді. Мен жылап тез-тез үйден жүгіріп шығып кеттім. Бұл әңгіме басқа еш уақытта қозғалмады. Мен жұмысыма оралдым. Ауылдың емханасында тек терапевтпін деп отырмайсың. Барша жұмыс мойныңа артылады. Акушер де, медбике де, фельдшер де, кейде травматолог та болып, қызу жұмыспен уақыт тез өтіп, балапаным өсіп жүріп жаттық. Ата-енемнің қасында қайынсіңлерім болысып, еш ауыртпалықты сезбей жүрдім. Тек бауыржанымды сағынғаным болмаса. Балам, бір дұрыстау ас салып қоясың ба? Кешке жаңа көршілерді ерулікке тамаққа шақырып едім. Кемпірге айтсам бұрқылдап жүр, деді атам жұмыстан келгенімде. Атам негізі мінезі ауыр, көп сөйлемейтін, тіршілікке мықты кісі, көп жыл қызметте істеген, беделді адам. Енем көп сөйлейтін, тынымсыз, ақ көңіл, тез жылап та, күле салатын, әңгімешіл, ашық жарқын жан. Еш уақытта жұмыс істемеген. Үйде бала-шағасымен үй шаруасына мықты адам. Мен үйге кіріп, киімімді ауыстырып, ас үй жаққа бардым. Енем сонда жүр екен. Сен келдің бе? Анау шал қонақ шақырыпты өзі. Бір қайдағы жоқ біреулерді танымаймыз, деп еттерден реттеп, сыбағаларын табаққа салып қолыма ұстатты. Олар өздері оралман екен, анау Ауғастаннан келген дей ме, деп ернін шолп еткізіп шығарды. Етті жуып, даладағы қазанға салып, астына от жақтым. Бар, басқа тірлігіңді жасай бер, қалғанын өзім жасаймын. Отын салып отырам, деп ошақтың жанына ыңғайланып отыра кетті. Көпік алатын ыдыстарды қасына қойып, қиды жететіндей толтырып салып, үйге кіріп бауырсақ аштым. Тәтті баламды еркелетіп қойып, дастарханға әзірлік жасадық. Бір ғана жаңа көрші емес, ар жақ бер жақтан да ескі көршілерді қосатыны белгілі атамның. Мал жөндеп, қас қарайғанда келді қонақтар. Қанша терапевт болсам да, үйде келінмін. Орамалымды тағып, шашымды жинап, ұзын көйлек киемін. Жаңа көршінің ауғаннан көшіп келгендер деген соң, оранған әйелдерді елестетіп отырсам, шалбар киген, аяғы жалаң, шашы келте, кеудесі шала жабық, аласа бойлы, бетіне бат тастырып бояу жаққан, ерніне қып-қызыл далап, көзінің үстіне көкпеңбек тен жаққан келіншекті көргенде таң қалдым. Ері ірі денелі, жауырыны қақпақтай, екі иығына екі кісе мінетіндей, ергезердей әдемі пішінді, қасы көзі қап-қара, арабтарға ұқсас адам екен. Керісінше еркек ұзын жеңді жейде, ұзын шалбар, аппақ шұлық киіпті. Дастархан басында көбінше келіншек сөйлеп отырды. Атам тіпті жақтыртпай қалды. Ер адам отырғанда әйел ауыз ашпайды біздің тәрбиеде. Ескі көршілер жаңа көршілер болып керемет кеш болды. Қонақтардың алды қайтып, дастарханның шетін жинастыра бастадым. Келіншек көмектесіп жүр. Атам жаңа көршімен оңашада әңгімелесіп отырып қалды. Елге көп болды ма келгеніңізге? Дедім дастарханды сүртіп жүріп. Мен осы жақтың қызымын. Қазақстанда туып өскем. Ол анау ғой келген. 5 жылдай болды-ау деймін,
дейді, жылдам-жылдам сөйлеп. Бірдеңелер жеп жүр өзі. Анау дегені бірден ұнамай қалды маған. 2 қызым бар, бірақ бұныке емес, өз қыздарым. Мамамда. Үйді салып болған соң әкелеміз, деді шайнаң-шайнаң етіп. Не болса соны аузына тықпалап жүріп. 2 қызыңызбен алып отыр ма? Деппін. Айтып алып өзім ұялып қалдым. Келіншек болса есікке бір қарады да менің білегімнен ұстап. Бар ғошы, бұлар өздері бір түрліше, баласы бар келіншек па, жоқ па оған қарамайды екен. Алла жолында бірдеңе, сірдеңе сауап деп бауырларына баса береді екен. Қуады, я? Деп күліп алды да, дәрет алғыза береді, деп дәрет алудың жолдарын қолмен ербеңдетіп көрсетті. Білегін сыбанып, бетін сипап, ыржыңдап күледі тағыды. Сіз намаз оқымасаңыз қалай сонда? Дедім таңданғанымды жасыра алмай. Ол үйренесің деп жүр. Пішту деп астың ерін шығарып, бет аузын тыжырайтып, тағы бірдеңе аузына салып шайнаңдап. Не ғой, бізге 6-7 ай болды бірге тұрғанымызға. Ол үйретем деп, дәмдісін-ай, өзің пісірдің бе? Деп сөйлегеннен жегені көп. Сіз дастарханда дұрыс тамақтана алмадыңыз ба? Дедім. Не болса соны соғып тұрғанына таңырқай қарап. Тойдым, мынауың дәмді екен, кішкене салып бересің бе? Деп жан-жағынан ыдыс іздеді. Бос ыдыс тауып бірталай тамақ салып алды. Ертең әкелем я ыдысыңды, деп қайтты үйіне. Есімі Майра, деді шығып бара жатып. Күлбаршын, деп аңқиып қалдым. Бір түрлі әйел екен деген оймен. Ертесі түскі асқа отыра бергенде кешегі ыдыстарын алып Майра кіріп келді. Сәлем бердік, амансыздар ма? Деп сәл еңкейген болды да, ешкім оған төрлет демесе де өзі төрге қарай беттеді. Бақытты бол айналайын деп енем ғана жауап қатты. Атам үндемеді. Мә, кешегі салатың енді керемет, таңертеңгісін соғып алдым шаймен, деп нанды ала салып, май жағып сондай бір тәбетпен жеп отыр. Шай құйып бердім. Апа, сіз ше? Менің анама ұқсайды екен, сіз ше? Деді апама қарап. Қойшы, дейді апам сасқанынан. Я, алмайсыз. Келсе таныстырам ғой. Ол кісі де міне бұлай сіз сияқты үйді басқарып отырады, деп кеудесін көтеріп, қабағын шытып, маңғазданып бірдеңе көрсетті. Мен не, солай көрінем ба? Деп апам бір түрлі дауыспен айтты. 2 қызы тырқылдап күліп жіберді. Атам да кеудесі селкілдеп күлгені білініп тұр. Мен өзімді әрең ұстап отырмын. Майра саспайды. Я, сіз деген как королева сияқтысыз ғой. Так, деп тізерлеп алып, аузына бірдеңе салып жіберіп, басын көтеріп, төбеден қараған адамның кейпін көрсетті. Қыздар шек-сілерлері қатып құлады. Қойшы ары, деп апам ренжігендей болды. Атам бетін сипап кетті. Жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева.